Дара тұлға Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай өткізілетін Абай оқулары эстафетасын 7-ші А сынып білім алушыларына жолдаймыз. Абай Құнанбаев ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай мақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрсеге ашық бол, 5 нәрседен қашық бол. Адам болам десеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. Абай Құнанбайұлы 17-ші қара сөз. Адам дүниеге келгеннен соң екі түрлі себеппен келеді. Ең әуелгісі ішсем, жесем дейді. Ал екіншілері білсем, танысам, көрсем деп келеді. Патша Құдай сенді, тура баста өзіме. Жау жағадан алғанда жан көрінбес көзіме. Арған найман жиылса, таңыр ақан сөзіме. Қайран сөзім қор болды, тобық тыным кезіне. Самұрат не саралтан садасыз берсең алмайды. Саудыраған кезіне, саудырасың қанқай. Садаға кеткі сұрайды, самар қыным өзім. Кесілді кейін кешілсе, көрдің ойын кесілсе, о да Құдай пенесі. Абай Құнанбайұлы 31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, естігенде я көргенде гибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен оқу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, көңілге ұғу керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болған жөн. Ой кеселдері кездесіп қалса, салынбаған жөн.